Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге мен Нурик және де Перекуп жолы атты рубрикасының бірінші бөліміне қош келдіңіздер. В общем, кейбір подписчиктерім сұрауы мүмкін, сен неге Перекуп жолын бастадың деп. В общем, мен сендерге кеше, яғни запуск қалдырып кеткен болатынмын. Сол жерде ең көп жинаған вариант сол Перекуп жолы болды. Сондықтан мен енді до конца Перекуп жолын түсіретін боламын. В общем, бүгінгі видеода мен 1 миллионға қадалып қалған болатынмын. Егер менің қалай қадалғанымды көргің келсе, видеоны міндетті түрде до конца қара. Ал мен видеомды көп сөзбай бастаймын. Қазір мен осы жерде, ватала жұмысын жасап, соның екінші ходкасын, по идее, или бірінші ходкасын бітіріп жатқан кезім, маған машинаға ақша жетпей жатыр. Біраз нормальный машиналар, примерно 700 мың соның үстінде басталады. И қазір мен осы жақтан заттарымды сатып жатырмын. И сонымен қатар мен бұл Перекуп жолын Қазан серверінде түсіріп жатырмын. Чтобы бұл осы Қазан серверінде, яғни машиналар өте көп, яғни ескі сервер болғандықтан, яғни Владимир, мысалға Якутс деген сияқты ол серверлерде, не болады, машиналары, авторингте вообще машина болмайды. Сондықтан мен осы Перекуп жолын Қазан серверінде түсіретін боламын. Өздерің көріп тұрғандай, мен қазір авторингке келіп жатырмын, яғни мен қазір низкий класстан іздеймін, өйткені среднийға пока ақша жетпейді. В общем, қазір низкий класстан өзімізге бір нормальный Перекупқа болатын деген машиналарды қарайтын боламыз. В общем, мына жақта мен бір Вембаға 300-ға, сатасың ба деген сияқты әңгіме қозғап жатырмын, яғни 300-ға деп жазып жүрдім. Так, бұл не дейді екен? По идее, енді нет дейді, өйткені мына жақта уже басқа адамдар сұрап жатыр бағасын. Так, көрейікші, ал дейді екен. Так. Достар, бұл 700-ға дейді, бұл не стоит қой, бұл овер деп жазып жіберейік. Әрине, бұл овер 700-ға ғананы кім алады? Тағы бір дәл осындай Вембаға 350-ға ұсынып көрген болатынмын, және бұл бізге 550-ға деп жатыр. Бұған рейндігін айтып жіберейік. Примерно сондай болу керек. Бұл Гостқа 150 мың теңге тұрады, яғни 150 мың рубль. Сондықтан бұдан біз алмаймыз. 550-ға кішкене оверлау. Ертеңгі күнде ана Вембаны алатын болсақ, ито оны сата алмаймыз, плюс кішкене оверлау қылып сататын боламыз. Сондықтан енді өздерің білесіңдер, енді мына ладаға барып қанша екенін сұрап көретін боламыз. Так, бұл енді бағасын жіберді. Бұл жерде 850 мың, яғни фул екен. Бұған енді біздің пока ақшамыз жетпейді. Сондықтан өзімізге бір нормальный, яғни 500 мың мен 400 мыңның арасында машина іздеу керек болады. Жаңа, мені ойыннан шығарып жіберді. Енді мен қазір семьяның машинасымен авторингқа қайтадан баратын боламын. В общем, мен авторингқа бармастан бұрын өзім бір 2 ходка ватала жұмысын жасап, сонымен 780 мың рубль қылып енді баруға болады, чтобы енді осы ақшаға нормальный машиналар тауға болады, В общем, мына актив деген вообще ұстамайды. Тағы бір рет, осы мен примерно 4 рет, робын айтайын, 4 рет шығарып жүрген шығар. И қазір мен осы жерден, яғни өзімнің ең, осы Блэк-Рашадағы ең қатты жүретін машинаны, яғни сазды алып, яғни ол 500-бен жүреді, көріп отқандарыңыздай. И қазір біз онымен қазір авторингқа 5 секундтың ішінде тезірек баратын боламыз. Мінеки біз уже авторингқа да келіп қалдық. И міне так біздің артынан, в общем, заздың артынан так өзімнің аксессуарларым қалып болған сияқты еді. В общем, мінеки енді соларды алып жатырмын. Қазір аксессуар и, энзі и, ремка. И енді кармызды біз в загрузке қалып жүретін боламыз. И авторингқа қарай кете беретін боламыз. В общем, мен видеодан тыс, яғни өзім Grand Pink деген көлікті алған болатынмын 250 мыңға, яғни бұлың Ghost ценасы 225 мың болатын. Бұл сток түрі, мен оны ойладым, примерно 300 мыңға сатып жіберем ба деп. В общем, авторингқа келген кезім, яғни сол кезде, маған біреу обмен тастайды, яғни басында менен сұрайды қанша екенін. Бірақ ол кез, видеоға түспей қалды, и мен сендерге осылай айтып беретін боламын сендерге қалай болғанын, И, бірінші қанша екенін сұрайды, мен 340 мың торг деп сатам, анау қанша 340 мың деп айтады, тоже ода go дейді, тұрады да обмен жібереді, бірінші 34 мың қылып жібереді, яғни өзінің төлейтінін 34 мың қылып. И сосын, мен отмет етем, жазам, сосын неге 34 мың анау деген сияқты, И анау тұрады да, 1-0 ұмытып кетіп дейді, келесіне де 440 мың қылып жібереді. И мен оны өзі төлейтін қылып жіберді деп баса салам ғой, И, жалпы
бұл играшаны 1 жылдай ойнасам да, сондай бір долбоёб скамчикқа алданып қалдым, в общем. Енді, бұмен әлі перекуп жолы бітпейді. Алдағы уақытта, пахать етіп бір казиктен көтеріп лям жинап алып, қайтадан перекуп жолының 2-ші бөлімін, шығару керек, чтобы, сендерге кішкене қызығырақ болсын деп. В общем, егер осы видео сендерге ұнаса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытып кетпеңдер. Ал сендермен болған мен Нурик, давайте.